Bir ғажабы осы қос аққу Беркемен 40 жылдай таныс болып, жас күндерінде оның қолынан талай жем жесе де, үнемі бұны көргенде үркіп қасына жақын келмеуге тырысатын. Берке бұған түсінбесе де, көл басына барып аққулардың тірі екенін бір көріп қайтса, көңілі көншіп, рахаттанып қалатын. Аққуларым тірі екен, мен де тірі боламын дейтін ол, баяғы атасы Шыңғысханның бұлар сенің киең деген сөзін есінен шығармай. Әйтеуір осы қос аққуын көрсе, сол сәтте Берке өмірдің бар талас тартысын, қиыншылығын бір сәт ұмытып кәдімгідей бір көңілденіп қайтатын. Бүгінде осындай қуанышты күткен Берке көлге таяп келе жатты. Өзі алда, екі нөкері арт жағында. Кенет Алтын Орда ханы тоқтай қалды. Bir бұлтарыстан шыға келіп, дәл қасына жорға мінген бір жас қыз өте берді. Қартая бастаған Берке бұрынғы кездегісіндей, қыз келіншекке көз салуын қойғалы қашан. Дегенмен мұндай қыз өз ордасында бұрын соңды көзіне түспеген. Қыз болғанда қандай? Басында камшат бөрік, үстінде қызыл барқыт, оқалы камзол, қатпар етекті көйлек, тобылғы сапты қамшысын сипай сермеп, ақ бақай жорғасын төгілдіріп кетіп барады. Қанды көрмеді ме, көрсе де танымады ма, қыз әлденеге күлімсірей, өзімен өзі болып өте шықты. Хан тек оның аппақ қардай бетімен, тостағандай дөңгелек жәудіреген бота көзін ғана көзі шалып қалды. Бұл кімнің қызы деді хан, жаңағы жорғалы қыздың өзіне тіпті бұрылып қарамай кеткеніне шыдамай, шамданып. Былтыр өзіңіздің қарамағыңызға көшкен Сартақтың кісілерінің ішінде келген аспазшы әйелдің жалғыз қызы деді, нөкерлердің ұзын сарысы Құндыз. Аспазшының қызы дейсің бе? Хан аспазшы әйелге мұндай қызды қимағандай тамсанды. Оған жорға мен камшат бөрікті кім берген? Жақында Ноғай жіберіпті. Шешесі ұлыс ағасының бір әйелінің жамағайыны көрінеді. Хан ордасында қызмет істейтін менің сіңлілерім ешкімнен кем болмауы керек депті Ноғайдың әйелі. Хан ұрпақтарымен бақталастыра бастаған екен ғой Ноғайдың қатыны деді ішінен Берке. Және жамағайының қызына мынадай жорға мен камшат бөрікті беруіне қарағанда, ол қатында көкейін деген екен ғой. Аспазшы әйел бой жетіп қалған қызын осы уақытқа дейін байға бермей, қалай шолжаңдатып қойған деді хан, әлі шамданғанын баса алмай. Әлде айттырған жерін күтіп жүрме? Иә, хан ием солай. Айттырған кім? Александрдың немересі Гавриил. Хан түксие қалды. Сен бірдеңемен шатасып тұрған жоқсың ба? Жоқ, хан ием деді ұзын сары. Ол кезде мен Сартақтың төлеңгіт едім. Есіңізде бар ма? Сартақ хан болған жылы сарайға Гавриилдің келгені? Иә, бар. Бұл қызды сонда мен өз қолыммен ханның бұйрығы бойынша апарып Гавриилдің қойнына салғам. Онда бұл 13 жаста еді. Қыз оңғыға ұнаған болу керек, кетерінде Гавриил бұны өзіне беруін сұрапты ханнан. Ал оқиға шынында басқаша болғанды. Қыздың өздерін ажалдан құтқарған жақсылығына жақсылық қайтаруды Гавриил дұрыс көрген. Ол Құндызды өскеннен кейін Новгородқа қонаққа жіберуін Алтын Орда ханынан өтінген. Сартақ көнген. Бірақ хан көп кешікпей дүние салды да, Құндыз бен Гавриилдің оңаша үйде болғанын, артынан оны қонаққа өзі келіп алып кетуге уәделескенін білетін жұрт, бұл қыз орыс елшілігіне берілген екен деп түйген. Гавриил мен Құндыздың арасындағы оқиғадан бейхабар Сартақ, қыз князға ұнаған екен деп, соңынан Құндызды сұрап келген адамдарға айттыр қойған кісісі бар деп бермей қойған. Орыс князы Құндызды бүгін болмаса, ертең алып кетеді деп жұртта күтіп жүрген. Ноғайдың бұған мінетін атпен келісті киім беруінің де себебі осындай еді. Ноғай тәрізді ел билеп, жұрт басқаруды көксеген кісінің Құндызды балдызметтеп, оған жорға мен қымбат киім жіберуінің де атақты князь Невскиймен қарым-қатынасын байланыстыратын жол болды ғой деп топшылағандар да табылды. Әрине, Берке оның Александр Невскийден аттон аулақсалар ой жоқ еді. Бұған Қыпшақтың бір қызынан көрі, ұлы князьбен сабақтасып келе жатқан байланысын үзіп алмай, ширата түсуден артық жол жоқ. Сол екен ғой шолжаңдап жүргені бұл қыздың деді хан тағы, жаңа ғана көз алдынан ғайып болған Құндыздың жарқыраған келбетін елестетіп. Бірақ мына қыз түлкідей бұлаңдаған түріне қарағанда, бір жүйрікті азға іліктірмей кетуі екіталай. Ол кенет ұзын сарыға бұрылды. Байқаңдар, қызыққан қара құзғынның біреу шоқып кетпесін деді. Көздеріңнің қарашығындай сақтаңдар.
князьдан ұят болып жүрмесін. Егер кешіп қалмасақ, ұзын сары тағы үндемей қалды. Иә, айт. Ана сіздің мешітіңізді салып жатқан Коломон шеберіңізге ол жұмысына барған кезде күніне таңертең бір көрініп кетеді дейді жұрт бұл қызды. Неге? Білмедім. Қазір де соған бара жатқан секілді. Берке бұдан артық ештеңе сұраған жоқ. Нөкерден ондай істің егжей-тегжейін тәптіштеп не қылсын? Ханның онсыз да сұрар, бәрін біліп берер адамдары жеткілікті ғой. Тек Берке жанынан жаңа ғана өткен қыздың ат үстінде кетіп бара жатып өзімен өзі болып бақытты адамдай әлденеге күлімдеген түрін көз алдында тағы бір елестетті де қойды. Берке көл жағасына жетті. Шағын ғана мөлдір қара судың болмашы толқындарын сабалап, сыланып таранып дәл ортасында қос аққу жүр екен. Берке үн-түнсіз көл жағасында тұр. Екі көзі қос аққуда, күлім қағады. Сырғылт сары жүзінде бір кенет шаттық сәулесі ұялаған. Ол қазір бар әлемді, алтын тақты да, салынып жатқан мешітті де, жаңағы көңіліне дүрбелең салған құндызды да ұмытқан. Оның ой қиялында осы сәтте тек көлдің арғы қабағындағы қос аққу ғана қалған. Құлағында олардың сыңсып салған әндері, көзінде қос аққудың аппақ сұлу суреттері. Ол осылай өзін ұмытып біраз тұрды да, күннің шығып келе жатқанын көріп, кілт кейін бұрылды. Қазір ол Қандықол Берке емес. Дүниенің ең сұлу көрінісін көрген, табиғаттың бар көркемдігін сезінген, қуаныштың бір рахатынан малынған жер жүзіндегі ең бақытты адам. Бірақ Беркенің бұл күйі ұзаққа бармады. Ол қайтадан түксие қалды. Қайтадан көз алдына әлгі жорға мінген өзімен өзі болған қуанышты қыз елестеп кетті. Оның қабағы қарс жабылды. Аяғын жылдамдата басып келеді. Көп кешікпей салынып жатқан мешіттің жанына келді. Мешіт қабырғасы ортан белінен асып кеткен екен. Берке бұл жол мешіттің басқа жағынан шықты. Бұл тұста да қышқалап балшық айдап, тас қашап қыбырлаған кісенді, кісенсіз құлдар. Берке қабырғадан көзін алмай қатты да қалды. Мың сан бояу. Бірімен бірі жымдасып, күліп жатқандай. Адам көзін ала алмас қуаныш. Шым шытырық араб әріптері де, сан қилы ою өрнектерде бірін-бірі әшекейлеп, бірін-бірі толықтырып, адамды бір ұшы қиыры жоқ жарық дүниеге жетектей жөнелген. Қабырға көтерілген сайын оның әшекейі сары бояуға гүлдене түскендей көрінеді. Ләйім шебер тек бітіре көрсін деді хан ішінен. Жаңағы көл басында қос аққуды көргендей, қабырғадан көзін алмай тұрған Берке енді тіпті өзін ұмытып кеткендей. Берке хан, қабырға өрнектері ұнайма сізге деді, дәл қасынан бір салмақты қоңырқай дауыс. Коломон екен. Сақал шашы қауғадай болып әбден өсіп кеткен. Түрі де жүдеу. Тек үлкен қоңырқай көздерінде бақыттың бір орасан жарық сәулесі ойнайды. Берке ұйқыдан оянған адамдай есін тез жинап алды. Ұнайды деді ол бойын лаулап алып кеткен сезімін жасыра алмай. Ұнаса өте жақсы. Шамамыз келгенше тырысып жатырмыз ғой деді Коломон. Беркеге оның даусынан бір кекесін үн естілгендей болды. Берке есін әбден жинап алды. Қашан бітіресің деді ол Коломонға қайта бұрылып. Күзге деді Коломон жайбарақат. Жақсы деді Берке, сөйтті де жүре берді. Бірақ бір-екі адым аттады да, тағы бір қарайыншы дегенде кейін бұрылып, қабырға қарап қатты да қалды. Коломон сұп-сұр болып кетті. Берке кейін бір-екі рет аттады да, тағы алға ұмтылып қайтадан әлгі орнына келді. Осымен дұрыс көрмей тұрмын ба дегендей, екі қолымен көзін сүртті. Қайтадан қарады. Жоқ, Берке қателеспеген екен. Қабырғадан бағанағы жорға мінген қызды көрді. Дәл бағанағысында жүзінде бақыт, көзінде қуаныш. Астындағы жорғасы да сол, үстіндегі киімдері де сондағы. Берке сол тұрған жерінен тағы кейін шегінді. Біресе алға жүрді. Қалай әлгі орнынан қозғалса жорғалы құндыз жоқ болып кетеді. Қайтадан мың сан бояулы күнді өзі көріп жүрген керемет өрнекті қабырға пайда бола қалады. Ал әлгі орнына барса, өзіне күлімсірей қараған құндыз тұрады. Бұндай кереметті бұрын өзі естіген. Иранда бір ғажайып мешіт бар деген, сол жаққа барып қайтқан бекзадалар. Өзі 7 күмбезді. Егер ортадағы күмбездің сәл ортасында тұрып дыбыс шығарсаң,
Әлгі 7 күмбезден бірінен соң бірі сенің айтқан сөзіңді көңірене қайталайды. Ал сол тұрған жерінен бір адым аттап, не кейін кетіп сөйлесең, еш дыбыс шықпайды. Бұл да сондай бір жерден, бір нүктеден қарасаң көрінетін бір керемет шығар. Мені көрмейді деп ойлаған болар. Расында да қайдан көресің? Мына жерге әлде қалай тұрып қалғаным Алла тағаланың өзінің жазмышы болар. Коломон сұп-сұр болған күйі сол қалпында қозғалмай әлі тұр. Берке оған ештеңе деген жоқ. Кенет кілт бұрылды да, артына қарамастан салынып бітуге айналған хан сарайына жүре берді. Коломон шебер құндызды мамыр айының аяқ шенінде көрген. Тамылжыған күншуақ кезең еді. Дешті қыпшақ жерінің көгал шөбі тізеге келетіндей боп өсіп қалған. Жұпар аңқыған иісі кеудені жарады. Түнгі мезгіл еді. Екі төлеңгіт Коломонды айдап келе жатты. Бүгін салынып жатқан мешіт жанында есірей шебер күн батқанша болып, кешірек қайтқан еді. Коломон әбден қалжыраған, әзер жүріп келеді. Қазір ол мамыр айының салқын самал хош иісті түніне еш көңіл аударар емес. Еш нәрсеге зауқы шаппай, қалың ойға беріліп кеткен. Көңіл шіркін бір мезет серпілер емес. Тұрғызып жатқан мешітінде кейбір өрнектері ойлағандай орындалмай, дүние қараң қалғандай жүдеп келе жатқан. Құр шылдыр-шылдыр қушын жырдың үрейлі дыбысы естіледі. Кенет өздері келе жатқан тар көшенің қарсы тұсынан екі әйел көрінді. Біреуі қыз екені анадайдан ақ байқалады. Қолы мен аяғын матаған ауыр шынжырдың үрейлі үніне күміс қоңыраудай шылдырлаған қыз шолпысының қуанышты үні қосылды. Бұлар хан сарайына ертеңгі асты дайындап, үйлеріне жаңа қайтып келе жатқан құндызбен етжеңді ақсары келген. Бір кездегі сұлулығын әлі жоғалта қоймаған аспазшы шешесі еді. Айлы түнде қоңырқай пішінді Коломон үн-түнсіз төмен қарап келе жатқан. Кенет дәл жанынан жаңағы алыстан естілген күміс шолпы сылдырындай бір әдемі дауыс. Амансыз ба ағалар, деді. Әлгі екі әйел қасына келіп қалған екен. Коломон басын көтеріп алды. Өздеріңізде амансыздар ма, деді. Оның қайғылы көзі енді қызға түсті. Жаңағы ай тұтылғандай қап-қара боп түнеріп тұрған дүние кенет ай шығып жаңа ғана жарық түскендей көрінді Коломонға. Көзіндегі қайғы тұманы әп-сәтте тарап кетті. Тостағандай жаудыр көзін тұтқын шеберге бір тастап, жерге түсіп жатқан қалың қос бұрымы шұбатылып, үкілі тақиясын бұлаңдатып қасынан өте берді. Коломон құр шалбарлы еді. Оның үнемі тасқа шап, қар еттері бұлшық-бұлшық боп кеткен. Күнге күйіп қара қошқыл тартқан денесі нағыз шебер ойған тас мүсіндей, аса сымбатты еді. Коломонға қыздың жарқ етіп өзіне қараған көзінен таң қалғандай, бір қияпат сезім оты тұтана түсіп, сөніп кеткендей көрінді. Қыз шешесіне сыңғырлай күліп, бірдеңені айтып, күміс шолпысын сылдырлатып кетіп барады. Бірақ өзі кеткенмен, оның тостағандай мөлдір көзі, өзіне жалт етіп қарағаны, қатар өрмелеген қос жыландай жерге шұбатылып, арқасында теңселе қимылдап бара жатқан қап-қара қос бұрымы. Қардай аппақ беті Коломонмен мәңгі бақи бірге қалды. Есірей шеберге енді тұтқын азабына, қадір түнде пайда болған қорғызындай, айлы түнде көз алдында бір көрініп жоқ болып кеткен, әлгі қызға деген ұлы сезім махаббат атты ауру қосылды. Енді шыбындай жанын қоярға жер тапқызбады. Міне, осы кезде ол өз ойлап тапқан мешіт қабырғасының әшекейлі өрнектерінен бас тартты. Табиғаттың әлгі қыздай өзі жаратқан керемет көркемдігін көргеннен кейін, әнеугіден бері мешіт қабырғасына түсіріп жатқан ою кестелері енді Коломонға жәбір болмашы суреттей боп көрінді. Мешіт қабырғасын әшекейлігі жаңа шешім іздей бастады. Осы кезде оның жұмысы да мардымсыз боп кетті. Бірақ қиялдың тұсалуы ұзаққа бармады. Бір күні тамыз айының бас кезінде, күн шыға жұмысқа келген Коломон әнеугін өзі жоғалтып алған қызды тағы көрді. Жоқ, түсі емес, бұл өңі еді. Астында күміс ер тоқым, жүген құйысқаны да қақталған ақ күміс қара көк жылқы. Басында камшат бөрік, тобылғы сапты қамысын шықшытына сүйеп, мешіт қабырғасына өрнектерді қарап тұр. Ойға шомып кеткен. Жанына келіп қалған Коломондарға тіпті көз аударар емес. Қабырғаға қараған түрі, өрнектерді көріп қуанған, рахаттанған пішіні, кімді болса да толқытып жіберердей. Коломон мешіт қабырғасын әшекейлеу жөнінде таба алмай жүрген шешімін енді тапты. Есенбісің қалқам, деді.
Өзіңізде амансыз ба деп келе жатты құндыз. Коломонға көзі түсіп кетіп әнеугүнгі түнде көрген кісісін танып, кенет екі беті ду етіп қызара қалды. Мына кереметті жасап жатқан сіз ба деді қыз. Мен өзім деді Коломон. Қашан бітіресіз? Қашан бітір деп бұйырасыз? Қыз күлді. Онда бүгін, қазір. Ол мүмкін емес деді Коломон, енді жай ғана есін жиып. Егер тез бітіруін тілесеңіз, сіз күнде осы уақытта, осы араға келіп маған бір көрініп кетіңіз. Қыз тағы күлді. Неге? Оны соңынан түсінесіз. Егер осы мешіттің тезірек бітуін тілесеңіз, және маған жаныңыз ашса деді Коломон қиыла. Құлдардан бөтен жан тұрмаған осы кезде, осы күйіңізде күніне бір көрініп кетіңіз. Құнды жігітке ойлана қарады. Оның қолы мен аяғын бірдей матаған жуан шынжырға көзі түсті. Жігітті кенет қатты аяп кетті. Жарайды деді қыз. Сол күннен бастап Коломон кілт өзгерді. Оның көзінде қуаныш сәулесі туып, бетіне қан жүгірді. Жүрекке жарлық бере алмайсың. Құндыз да бұл есірей шеберді ұнатып қалған. Бірақ бұрынғы соңғы жігіт сүйіп көрмеген, жас сұлу қыз қорқа берген. Махаббат оған сырын білдірмес, асау жылқы тәрізді көрінген. Қай жарға барып ұрады, қай жерде тулап тастап кетеді. Құндызға бәрі де белгісіз. Шебер болса жат елден, және есірей. Қандай ел бұған қызын береді? Өз еркімен жұрты қоспаса, ең болмаса жалғыз шешесі келіспесе, қалай бұл ата жолын бұза алады? Бұза қалса өзіне де, Коломонға да қауіп екенін Құндыз жас болса да түсінеді. Сондықтан Коломон туралы ойлаудан қашты. Бірақ жүрек деген бар ғой. Ол ажалдан да, ата-баба жолынан да күшті. Жас сұлуды еріксіз Коломонға қарай тарта береді. Құндыз ақылға сап, жат шеберден қанша алыстағысы келгенменен, оның өнерінен құтыла алмады. Мешіт қабырғасына салынып жатқан өрнек, оюларын күнде бір көріп тұрмаса, өзін қоярға жер таппады. Сұлулықты сүю ақылды жеңді. Сонау сан бояулы, сан сырлы өрнектерді көргенше, көңілі қуанышқа толды. Енді бармаймын деп өзіне қанша уәде берсе де, шыдап отыра алмады. Мешіт қасына тағы барды, бара берді. Енді ол өзін осы көркем суретсіз, сол көркемдікті тудырған ойлы көзді, жүдеу өңді тұлғалы жігітсіз өмір сүре алмайтындай сезінді. Бір күні Құндыз тағы мешіт қасына келді. Күн шығып үлгерген кез еді. Мешіт қалаушы құлдар мен оларды бақылаушы жауынгерлерден бөтен ешкім жоқ болатын. Құндыз астындағы аттан түсті. Оны ер қасына қаңтарып байлап қойды. Коломон қызды өзімен бірге шығып келе жатқан күннің жарығы түсіп тұрған мешіттің бер жағына алып келді. Өзі сәл жоғары көтеріліп, Құндызға қабырғаға осымен тұрған тұстан қарашы деді. Қыз жоғары көтеріліп Коломон тұрған жерге барды. Бұрылып мешіт қабырғасына қарады да, кенет бұл қандай керемет деп дауыстап жіберді. Шығып келе жатқан күн сәулесі бояулардың түрін өзгеше ашып, қабырғалардан жорғасын мініп тұрған өзін көрді. Жоқ, қабырғада Құндыз өзінен де сұлу, өзінен де қуанышты. Астындағы жорғасы кәдімгідей жүріп келе жатқандай. Суретке таң қалған Құндыздың басы айналып, көзі қарауытып кеткендей болды. Өзіңді мықты ұста деді Коломон. Ешкім ештеңе сезбесін. Ол жайбарақат сыртқа қарап сөйлеп тұр. Бұл менің өмір бойғы арманым еді. Сол арманымның орындалуына өзің себепші болдың. Енді түсіндің бе? Күнде күн шығарда осы жерге келуіңді менен неге өтінгенімді? Бұл сурет қабырғаға күн осылай түскен кезде ғана, тек осы тұрған жеріңнен ғана көрінеді. Байқадың ба? Қабырғаға күн бұл кездің өзінде бір сәт қана түседі, сосын ауып кетеді. Суретті осы азғандай уақытта ғана, және өзің тұрған осы жерден ғана көруге болады. Ал өзге жерден өзге уақытта бұл тұстан күн тайған кезде оны көре алмайсың. Онда сурет ана тамаша бояулар басып алады. Күн сәулесі ғана суреттің көмескі бояуларын ашады. Құндыз әлі де есін жинап болған жоқ. Япырмай, бұған ақылың қалай жетті деді. Адамның ақылы бұдан да қиын кереметтерге жеткен. Мен Ескендір Зұлқарнайын кезіндегі атақты Геронның кереметін сырын ғана аштым. Коломон бұларға қарай келе жатқан шеткі бақылаушыны көріп, әбігерлене қалды. Бұл суреттің қалай жасалғанын соңынан айтармын.
Ол кенет қинала сөйледі. Құндыз, сен бүгін Шолпан-Туа көл жағасына кел. Бүгін тұратын күзетші маған жаны ашитын адам. Қайтсем де сол уақытта көл жағасында боламын. Жарайды, деді қыз көзі қуаныштан жарқ етіп. Құндыздың келмеймін деуге шамасы жоқ еді. Ол бұрында махаббаттан күйіп жанып әзер жүрген. Енді мына кереметті көріп, қуаныштан мүлдем мас болды. Осындай тамашаны жасаған адамның құшағында өлсем арманым жоқ, деді. Шолпан-Туа бұл екеуі Қамысты көл жағасында кездесті. Бір-біріне өлердей боп құмартқан жүректер алтын айдың астында алғаш рет құшақтасты. Осы түнде мешітті бітіруге таяғанда Коломон мен Құндыз Қыпшақ даласына қашпақ боп уәделесті. Бостандығы басындағы қыз қашуға керек аттар мен заттардың бәрін өзі дайындайтын болып уәделесті. Жұрт көзіне көрініп қалмасы үшін бұдан былай қарай кездеспейтін болды. Тек сағынған көңілді басу үшін Құндыз анда-санда салынып жатқан мешітке келіп, бір көрініп кетуге сөз берді. Осы уәдесін орындауға келе жатқанда қан бағана Құндызды көрген. Өз ордасына келген хан алтын тағында жападан жалғыз ұзақ отырды. Не істеу керек? Қанды алдап зымиян румдық өз ойын осылай өткізбекші болған екен. Бұны мұсылман қауымның алдында мазақ етпек. Бірақ салып жатқан мешіті тамаша ғой. Суретінің өзі қандай керемет. Адам көзін алалар емес. Мүмкін өзгелер ол суретті көрмес, аңғармас. Жұрттың бәрі мен тұрған жерге бара бере ме? Әлде сол қабырғаны қырып тастап, қайта әшекейлетсем бе екен? Жоқ. Сол мен тұрған жерге бірдеңе қойғызып, кісі бара алмайтындай еткен жөн бе? Бірақ ол айлалы шебердің суреті жұрт көретін, тағы бөтен қулығының жоқ екенін кім біледі? Берке соп-сор боп әлі отыр. Ақыр қабырғаны қырдырып тастап, қайтадан салуды дұрыс көрді. Бірақ суретті қимады. Шынында да бұл керемет дүние еді. Адам көзі қиып қырғызар емес. Керемет. Қыздың өзі де әдемі екен, деді Берке, бағанағы жорға мінген қырмызыны кенет көз алдына қайта елестетіп. Ал суреті. Бірақ румдық шебер оның суретін неге салды? Ұзын сары төленгіт бағана бір сұмдықтың шетін су жыланның басындай қылтитып еді-ау. Әлде сол сөз рас па екен? Беркенің жүрегі кенет удай ашып кетті. Жорғадағы қызға қанды құмартып қалған. Мешіт құрылысына бармай-ақ ол қызды нөкерлеріне таптырып алатын еді. Тек Новгородтың князын туысы айтырып қойғаннан кейін амал жоқ өзін өзі басқан. Басылды деуде қиын еді. Өйткені қызығу дегенде қызғану тәрізді өткір кездік қой. Қан жүрегінің түбінде текке жата беру екіталай дүние. Қызды көз алдына елестетіп еді, жүрегі одан сайын ашып, алай-түлей болды да қалды. Өз басына еркі жетпей жүріп, есірей құлдың періштедей қыздың есін алған. Әлде қабылдау бөлмесіндегі нөкерлердің үрейін ұшыра, қолындағы күміс қоңырауын шарылдата қақты. Үйге кірген төлеңгіт жүзбасы есірейге. Маған есірей шебер Коломонды алып келіңдер, деді. Жалаңаш қылыштарын жалаңдатқан үш жендет ауыр шынжырын шылдырлата заматта Коломонды жеткізді. Берке есірей шебермен жалғыз қалды. Ал сөйле, деді хан. Не жайында, Берке хан? Мешітті қашан бітіресің? Күзге деп едім ғой, Берке хан. Жақсы, деді Берке, дауысын созып. Ана қыздың суретін неге салдың? Мен оған ғашықпын. Қыз ше, ол да маған ғашық. Берке жарылып кетуге даяр тұр. Сен кәпірсің, ал қыздың мұсылман екенін білмейсің бе? Бұны білемін, деді Коломон. Бірақ екі адам бірін-бірін жақсы көрсе, оған дінде бөгет бола алмайды. Ең ұлы дін махаббат. Жақсы, деді аппақ қағаздай боп бетінен қан әбден қашып кеткен Берке. Коломон енді бір сөз айтса, әлгі қояншығы ұстауға дайын тұр. Онда Берке бұл жолда өзін өзі ұстап қалды. Мешіт тәрізді мұсылман ғибадатханасына сурет салуға болмайтын біле тұра, сен қыздың бейнесін неге мешіттің қабырғасына түсірдің? Айттым ғой ғашықпын деп. Қызға өз жүрегімнің сырын жеткізетін бөтен жолым қалмады. Ол менің жай айтқан сөзіме түсінбеді. Түсінсе де түсінгісі келмеді. Қорқа берді. Сосын мешіт қабырғасына салған суретін көргеннен кейін ол мені ұқты. Мұндай сурет үшін менің басымның кететінін ол жақсы біледі. Соған қарамай мен оның бейнесін түсірдім.
Және оған деген махаббатымды өзімнің жанымдан да қадірлі көретінімді құндыз ұқты. Айтқаныма көнді. Ұстауы таяу қалған ұстамасының басы көрінді. Беркенің екі езуіне көбірік пайда болып, қысық көздері тіпті жұмылып кетті. Көнді. Иә, мәңгілік менікі болуға көнді. Коломон кенет тізесін бүкті. Жаралғалы Берке хан, өзімді өзім қорлап көрген жоқ едім. Махаббатым үшін Алтын Орда ханы алдында тізе бүгіп тұрмын. Сізден жалғыз ғана өтінішім бар. Маған бостандықта бермеңіз. Өмір бойы осылай шынжырлап қолыңыз етіп ұстаңыз. Бір мешіт емес 1000 мешіт салдыртыңыз. Тек құндызға қосылуға рұқсат етіңіз. Берке қолын беліндегі қылышына апара берді. Оған қыз көне ме? Көнеді. Көнеді ұлы мәртебелі хан. Сізден о да осыны тілейді. Сонда мешітті салып бітіресің ғой. Бітірем Берке хан. Ханның жүзінде кенет бір орасан шаттық пайда болды. Ол дереу күміс қоңырауын тағы шырылдатты. Үйге сәлімгерей кірді. Коломон шебермен уәделестік деді хан, күлімсірегенде ишарат білдіріп. Оның жұқа еріндері езуіне қарай созылғанымен, бірақ көздері күлмеді. Мен бұған аспашы әйелдің қызын қосатын болдым. Сол үшін бұл күзге дейін мешітті бітіріп береді. Хан Коломонға қарады. Солай ма есірей шебер? Солай. Ал енді менің үкімімді есті деді кенет қайтадан сұрлана қалып. Ғибадатхананың қабырғасына сурет салған үшін жүздері соғылсын. Мұсылман қызына үйленгісі келген үшін ат етіп тартылсын. Және әлгі қызбен бүкіл құлдардың алдында орындалсын. Сонсоң уәдем бойынша қыз бұған қосылсын. Коломон айқайлап жіберді. Одан да мен осы арада қылышыммен шауып таста деп жалынды. Жоқ болмайды деді хан. Сен маған ана мешітті бітіру үшін керексің. Қаланың бас алаңы майданхананың төрт жағында шынжырлысы, шынжырсызы бар 10 000-ға жуық есірей құлдар. Бұлардың алды артында қылыштарын жалаңдатқан 200-ге жуық төлеңгіт жауынгер. Көк темір қару-жарақты, астарында қарсы келгенді таптап кетер, жал құйрығы төгілген кілең жүйрік. Ортада дарға қасындағы сәкіде 4 төлеңгіт кісендеулі Коломонды қоршап тұр. Жалаңаш қылыштары от сәулесімен ойнап жарқ-жарқ етеді. Дарға мен сәкінің 4 бұрышында от жанып тұр. Жарығы молая түссін деп 4 адам отқа үсті-үстіне жарылған ағаштарды тастап тұр. От жалыны кісі бойындай көтерілген. Түн тастай қараңғы. Иін тірескен құлдардың да түрлері түн қараңғысында үрейлі, сұсты. Сәкінің бір бұрышында қан жарғышысы, екінші бұрышында 2 жендет 2 иығынан ұстаған құндыз. Түсі аппақ бордай, көзі жұмулы, тарқатылып кеткен ұзын шашы арқасымен жерді жапқан қара шапан тәрізді. Тыңдаңдар деді кенет гүрілдей сөйлеп, моңғол түстесі еңгізердей жаршысы. Алтын Орданың ұлы мәртебелі Берке ханның жарлығы бойынша есірей құл мұсылман мешітінің қабырғасына сурет салған үшін көк шыбықпен 100 мәртебе дүреленуге жазаланды. Жарғышы сәкінің тұсында тұрған түлкі тымақты төлеңгітке қарады. Сірә ол жендеттердің үлкені болса керек. Кірісіңдер. 4 жендет әпсетте Коломонды сәк үстіне жығып салды да, екеуден екі жағынан тұра қалып, жерде жатқан көк шыбықтың екеуін қолдарына алды. Түлкі тымақ санай бастады. Құлдардың қара түнде қабақтары түйіліп кеткен. Жауар бұлттай үн-түнсіз түнеріп тұр. Тек ысылдаған көк шыбықтың дыбысы ғана естіледі. Әрі беріден кейін жоғары көтерілген шыбықтан төмен қарай тамшылаған қан көрінді. От сәулесі де қып-қызыл, тамшылаған қандай қып-қызыл. Түнерген құлдар алға қарай сәл қозғала түскендей. Дүре саны 50-ден асып кеткенде, аяңдаршы, бұл атақты шебер Коломон ғой. Ағатайлар деген шыңғырған әйел даусы естілді. Бұл ақылынан адасуға аз қалған құндыздың даусы еді. Түнерген топ селкеде қалды. Бірақ қозғалған жоқ. Тек бұрынғыдан да түнере түсті. Тістеніп алған Коломон үнін шығармады. Көк шыбықтың әр дыбысы шаққалы келе жатқан ұжыланның ысылындай үрейді алған 100 дүреде бітті. Арқасының еті қып-қызыл. Пара-пара болған Коломонды жендеттер тік көтеріп жерге қойды. Тыңдаңдар деді тағы сұмырай дауысты жарғышы. Ұлы мәртебелі Берке ханның жарлығы бойынша есірей кәпір Коломонның мұсылман діндегі қыпшақ қызы құндызды қатын етіп алуды ойлаған күнәсі үшін
иінақ етіп тартылсын. Ол тағы түлкі тымақты жендетке қарады. Кірісіңдер. Дәл осы сәтте қолында өткір пышағы бар ақ сәлделі молда сәкіге шықты. Қолдың шалбарын шешіп шалқасынан жатқызыңдар деді жан-жағындағы басып тұрғандарға. Құндыз көзін тастай жұмып төмен қарап қатты да қалды. Түлкі тымақы ақыры жіберді. Көтеріңдер басынан асай қалдың деді ол жігіттерге. Көрсін тием деген байының қалай әтек болғанын. Дәл осы кезде құлдардың бір шетінде тұрған қара киімді біреудің айбарлы үні шықты. Ау қалайық, бұл неткен қорлық деді ол дабыл ұрғандай айқайлап. Араша түсейік, досымызды масқара еткіздірмейік. Бұл Сәлімгерей еді. Сол-ақ екен құлдар дүрліге қалды. Тимеңдер Коломонға. Өлейік бүйтіп өмір сүргенше. Бос отыңдар Коломонды. Құлдар алға қарай қозғалды. Қайтыңдар кейін. Шауып түсіремін деген жендеттердің де дауыс шықты. Бірақ ашулы топ алдарындағы атты төлеңгіттерді сырып алға қарай жүре бастады. Осы кезде әлдекімнің ойбай өлдім деген ашы дауыс шықты. Сөйткенше болған жоқ. Өлтірді, шауып тастады деді үрейленген екінші дауыс. Сол-ақ екен, босада өледі екенбіз. Қане, қират бәрін, аянба. Ең болмаса жастығымызды ала өлейік деген дауыстар қаптап кетті. Құлдар жолдағы атты жендеттерді жапыра ат-матымен құлата алға лап қойды. Көтеріліс 3 күнге созылды. Берке сол күні түнде Сарай Батудағы Ноғайдың қарамағындағы әскердің бір қосынын шақыртты. Бұлар ереуілшілерді қырып салды. Тең жартысын майданда қаза етті. Қалғандарын жаралысы бар. Басқа жағдайда қолға түскендері бар. Көтеріліс басылған күннің ертеңінде қала сыртына айдап шығып, тал түсте қаншерлер аттарына бастырып, қылыштарымен шауып, бірін қалдырмай қан жоса етіп қырды. Көтерілісшілерді ұпайларын жіберген жоқ. Өздерін қоршаған 200 төлеңгітті. Сол алғашқы көтерілген шақтарында құртып жіберген. Кісенсіздері солардың аттарына мініп, қару жарақтанып алды. Қалаға Сарай Батудан Ноғай қосыны келгенше, көбі аяқ қолдарындағы кісендерден бірін-бірі босатып үлгерген. Әскер келгенде бірі қалмай қатарға тұрып, айқаса түскен. Өздері салып жатқан мешіттің дымын қалдырмай қиратып, соның тасын, қышын жауларға лақтырған. Ал кейбір ержүрек қуаттылары үй, аулалар тасалай келіп аттылы әскердің үстіне атылған. Бірақ қару жарағы жоқ. Бар болғаны 500-дей атқа мінген шала қарулы жігіттері бар. Құл есірейлер үсті басы көк темір аттылы әскерге не істей алсын. Ақыры жеңілген. Демек жеңілсе де Алтын Орданың іргесін бір солқылдатып, Берке қанды да тәубесіне бір келтірген. Осы зәрес ұшқан қанды түнде Беркеде халық дегеннің не екенін түсінген. Ал есірей құлдар болса да, егер бәрі жиналып бас қоса алса, айбарлы Алтын Орданы еш уақытта жеңілуді білмеген қосындарын быт-шыт етуге болатынын ұққан. Қозғалыс бітіп, қан уф деп өз тағына отырғаннан кейін, тірі болса өзін, егер өлген болса, басын алып келіңдер деп, жасақтарын Коломонды іздеуге жіберген. Жасақтар қан сасыған кешегі ұрыс өткен жерлерді аралап, және қойылуға дайындалып жатқан өліктердің тау-тау денелерін тексеріп, Коломонды таба алмаған. Сондай-ақ Құндызды алып кел деп жіберген Сәлімгерей де жігіттерімен бос қайтып келген. Шешесі де Құндыздың өзі де үштігейлі жоқ деген қанға. Ал бұл кезде Сәлімгерейдің арқасында құтылған Коломон мен Құндыз, қастарында Құндыздың шешесімен 20 шақты жаралы серіктері бар, Тоғай орманды тасалап, Таң өзеніне қарай қашқан. Бірталай жауынгерлер шығын болып өзі де шошынып қалған Берке, тек бір-екі нәрсені ғана дәтке қуат етті. Оның қосақ қуы ешкім темей бұл қырғыннан да аман қалған. 4-ші тарау. Жошының 6-шы баласы Буалдың 2 ұлының үлкені татардан туған Ноғай, Батумен бірге шығыс шағырапаға аттанғанда 18-де еді. Қылшылдаған жас шағы болатын. Өзі де жүзі қайтпаған Алмас Қанжардай салған жерін алып түсетін өткір еді. Атасы Буалда, әкесі Татарда Жошының өзге бала немерелеріндей ел шауып қала алып көзге түспеген. Және қандық дәрежеге де жетпеген. Көбіне 1-2 жорыққа қатысқаннан кейін өздеріне берілген ұлысты басқарудан аспаған. Татардың шығыс Европаға Бату барып қайтқаннан кейінгі ең соңғы ұлысы Қырым жері еді. Ал ұлыс кіндігі Кафа қаласы болатын.
ноғай шығыс шағырапаға аттанысында батудың өз әскеріне жататын түркі тұқымдас моңғол руы қадардың жігіттері мен қыпшақ жауынгерлерінен құрылған қосынды басқарды. Дешті қыпшақ жігіттері жаумен алысып соғысқа әбден қаныққан әскер болғанымен, қадардың жауынгерлері Шыңғысханның темір тәртібін бұлжытпай орындап, өлімнен тәртіпті жоғары санап үйренген атышулы мерген және найзагер жұрт болатын. Қадарқын руының басшысы Мүкір Құран Шыңғыс әскерінің оң қанатына кіретін Қадарқын қолын басқарған әмір еді. Осындай сен тұр мен атайын Қадарқын қыпшақ жігіттерінен құралған қосынды басқарған ноғай шығыс шағырапа ұлысында ерекше көзге түскен. Сол себептен де Бату бұны Балғария мен Молдавияға найып етті. Негізгі Алтын Орда Еділ бойына шегінгеннен кейін екі түмен әскермен қалған ноғай бұл елдерді билеп отыра алмады. Бас көтерген бұлғар мен молдавандарды баса алмай, амал жоқ Дешті Қыпшаққа қайтқан. Бұл кезде татар дүние салған. Ноғай әскермен әке ұлысына келді. Бұл ұлыс енді өз ұлысы болуға тиіс еді. Бірақ Бату оған басқа ұлыс берді де, өзін уақытша Алтын Орданың қосындардың лашкарын басқаратын бұзырғы етіп Астанаға шақырды. Батуға қарсы тұруға батылы бармай, ноғай амал жоқ Астанаға келді. Дегенмен қарамағындағы әскерінің көбісін, әсіресе Қадарқын жігіттерінің түбі қалай болады деп, бұрынғы әке ұлысындағы қатын балаларына жіберді. Оларға жауынгерлердің ел тонап әкелген мал мүлкінен тысқары, ұлыс бастығының жеке меншігіндегі қазынадан дүние мүлік, қаражат қосып берген. Бұның қызығын ол 50 жыл өткеннен кейін Алтын Орда қаны Тоқтақиямен күрескенде көрді. Ноғайдан жақсылық көріп, құтты жерден орын тапқан моңғол жауынгерлері Алтын Орданың ханы емес, Жошы ұлысының үлкені Ноғайды пір тұтып, бастарына көтерді. Соңынан Алтын Ордамен Ноғай жауласқанда, бірі қалмай өздерінің бастығының соңынан ерді. Сондықтан Тан өзенінің жағасындағы Тақтай мен Ноғай ұрысқан айқаста, Ноғай жанындағы қолдың көпшілігі сол тұстан Ноғайлы болып атала бастаған Маңғыт пен Қадарқын жігіттері еді. Міне, осы Ноғай лашкариш бұзырық болғалы 10 жылдан асып кеткен. Және бұл өзінің ерлігімен, қатал әділдігімен өзге хан тұқымдарында емес, негізгі дені қара халықтан құрылған Алтын Орда әскеріне жақын жүргендіктен, қарамағындағы жауынгерлерге өте қадірлі болды. Әрине, Ноғайдың атасы да, әкесі де хан болған жоқ. Хандық Жошының үлкен ұлдарының үлесі. Шыңғыс жасы солай. Бірақ баба жолын қазір кім ұстап жатыр? Өзгені қойғанда Құбылайдан бастап бұзған жоқ па? Бұндай қылық үшін әрине Шыңғысхан заманы болса өлім жазасы берілер еді. Ал қазірше, Ноғайдың да мен Шыңғыс тұқымының деп бір күн таққа жармасып жүрмесіне кім кепіл? Ондай жағдай туа қалса бұны жеңу оңайға түспейді. Өйткені күннен күнге әскер арасында бұның беделі асып бара жатқан. Осыны ойлаған Берке Ноғайдан құтылмақ болған. Бірақ қалай құтылады? Қандай айланы қолданып өлтіру керек? Әлде орнынан босату керек пе? Берке екеуіне де бармады. Екеуінде қауіпті көрді. Әлі де болса Ноғайды өз пайдасына, Алтын Орда пайдасына жұмсамақ болды. Әйгілі лашкариш үй бұзырықты құлағуға қарсы Алтын Ордаға жататын Баку мен Аранды қайтарып алу үшін аттандыруды дұрыс көрді. Бұл әрине құлағу хандығымен соғысудың басталуы еді. Соғыстың аты соғыс. Ноғай құлағуды жеңіп қайтса, Алтын Ордада күшейеді. Ал жеңіліп қайтса, Ноғайдың қадірі төмендейді. Құлағудың жеңілуін тіледі. Және Ноғай жеңеді деп сенді. Сол үшін Құлағу секілді Шыңғысханның өз балалары өлгеннен кейінгі ел шапқыш, жер алғыш үш бөрінің бірі атақты Құлағуға Ноғайды жұмсамақ болды. Алтын Орданың күнгейі мынадай болғанда, күн шығысы да тыныш емес еді. Бұл жақтан да дүрбелең көрініп қалған.